Саламатсыздарма, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі пәні сәулет өнері атты бөлім, 5-ші бөлім және сәулет өнерінің тарихы атты сабағымызды бастаймыз. Мақсатымыз оқылым және тыңдау материалдары бойынша негізгі ақпараттарды іріктей отырып, түртіп жазу, конспектлеу, сөйлем және мәтін деңгейінде тыныс белгілерін қолдана білу. Ең бірінші біз өнер деген не деген сұраққа жауап берейік. Өнер дегеніміз не болар? Өнер дегенде біздің ойымызға не келеді? Яғни өнер дегенде қысқаша айтқанда ол шығармашылық, я? Әр адамның бойында бір өнер болады деп айтамыз. Яғни әрқайсымыздың бойымызда ашылмаған бір өнер бар дейміз, я? Сонымен өнер дегеніміз не екен? Ол көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүниетанымын, яғни ішкі сезімін, жан дүниесіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам танымының формасы екен, я? Яғни біздің ішкі жан дүниеміздегі бүткіл құбылыстарды бейнелейтін сондай бір құбылыстың бір түрі екен. Яғни өнердің бір түрі. Өнердің қандай түрлері бар? Біз білетін қандай түрлері бар өнердің? Айтайықшы барлығымыз. Яғни бірінші музыка, я? Өнер дегенде ең алғаш ойымызға музыка елестейді. Би, кино, тағы театрды да жатқызамыз. Сосын кескіндеме, сосын көркем әдебиет. Неше түрлі әдеби шығармалар, я? Көркем әдебиет. Және бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сәулет өнері. Сәулет өнерінде біз өнердің бір түріне жатқызады екенбіз. Сәулет өнері. Міне көріп тұрғандарыңыздай өнердің осындай түрлері бар екен. Кеттік. Олай болса, енді осы сұрақтарға жазбаша жауап беріңіздер. Бірінші, адамзат өмірінде өнердің қандай маңызы бар? Екінші сұрақ, сәулет туындылары не себепті өнер түріне жатады? Үшінші сұрақ, айтылған өнер түрлерінің қайсысын өзіңнің болашақ мамандығың үшін өте қажет деп санайсың? Яғни біз жаңағы өнер түрлерін жаздық қой бірнеше. Соның ішінде қайсысы сенің өзіңнің болашақ мамандығың үшін қажет деп ойлайсың? Сол туралы қысқаша жауап беріп кетеміз. Дәл қазір осы видеоны тоқтатып қойып, осы сұрақтарға жазбаша жауап беріңіздер. Егер жауап беріп болсақ, кеттік, келесі әрі жалғастырайық. Білім ленттен біз сәулет өнерінің не екендігі туралы қысқаша мәлімет алайық. Сіз ойланып көрдіңіз бе? Әлемде қанша ғажайып ғимарат бар. Айналмалы зәулім үйлер, төңкерілген үйлер, жануарларға ұқсайтын құрылыстар, ескі ұшақтардан жасалған қонақ үйлер, текше үйлер, үйде ұшатын табақтар, кітаптар, себеттер. Ал мына бір үйде ешкім қиратқан жоқ, ол басынан сондай. Сәулетшілердің қиялында шек жоқ. Алғашқы адамдарда өздерін суықтан, жаңбыр немесе қардан қорғайтын үйлер салуға талпынған. Біртіндеп құрылыс күрделене түсті. Адам табиғи материалдарды, тастарды, құм немесе ағашты тек қолдануды ғана үйренген жоқ. Кірпіш пен тақтатастарды өзі шығара бастады. Сәулетшіліктің дамуы алғашқы қалалардың пайда болуына ықпал етті. Өте ертеден келе жатқан көптеген ғимараттар бүгінде өзінің кереметтілігін жойған жоқ. Мысалы, Ұлы Мысыр пирамидалары. Тарихшылар күні бүгінге дейін шешімін таппаған даулы мәселелер. Бұл алып құрылыс қалай салынды? Шөл далаға тақтатастарды қалай жеткізді? Тонналаған құрылымдар жоғарыға қалай көтерілді? Және осы ең ғажайып сәулетшілік ескерткіші 1000 жыл бойы қалай тұр? Сәулетшілік дамуындағы қуатты серпін антикалық кездерде біздің эрамызға дейін 8-ші ғасырда орын алды. Кейінде барлық сәулетшілік өкілдері белгілі бір дәрежеде антикалыққа бой ұра бастады. Тіпті оның ерекшеліктерін еліктеу үлгісі ретінде қолданды. Антикалық сәулет өнері бұл бағандары, доғалары бар, құдайлардың мүсіндерімен немесе мифологиялық көріністермен безендірілген ірі монументті ғимарат. Қазір сәулет өнерінде мынандай стильдер бар. Романдық стиль 9-шы ғасырда Еуропада пайда болды. Соғыстан көз ашпайтын адамдар қамалдарға ұқсас, мықты және берік ғимараттар салуға мәжбүр болды. Терезелері шағын, аты сойылы тәрізді. Көптеген монастырлар, шіркеулер, қамалдар осы романдық стильде салынды.
Готикалық стиль романдықтың орнына 12 ғасырда келді. Готика көбінесе храмдардың сәулетшілігінде бой көрсетеді. Оған доғалар, тар әрі биік мұнаралар тән, әртүрлі бөлшектері көп, түрлі түсті терезе, витраждар. Готикалық ғимараттың барлық элементтері жоғары бағытталған. 15 ғасыр қайта өрлеу сәулетшілігі. Бір жағынан ол антикалық дәстүрлерге қайта оралу, екінші жағынан жаңа техникалар мен құрылыс материалдарының пайда болуы. Бұған ғылымның дамуында ықпал етті. Қайта өрлеу сәулетшілігі бұл бағандар, күмбездер, сызықтар дәлдігі мен түзулігі көбінесе симметрия. Ары қарай оның дамуы жаңа барокко стиліне негіз болады. Салтанатты пішіндер, алып өлшемдер. Барокко бұл енді жалғыз құрылыс емес, қаптаған мүсіндері, гравюралары, алуан түрлі бөлшектері бар тұтас кешендер. Оның бәрі ортақ идеямен біріккен. 17 ғасыр классицизм. Сәулетшілер қайтадан антикалық канондарға оралады. Дұрыс сызықтар, пішіндер айқын, бірақ ұсақ түйектер, ұсақ декорациялық бөлшектер аз. Оның аясында 19 ғасырда пайда болған модерн батыл дәуірі жет көрінеді. Испанияның Барселона қаласындағы сәулетші Антонио Гауди тұрғызған үйлер ең әйгілілері болып табылады. Модерннің басты ерекшеліктері мынада: ғимараттар адами емес, табиғи құрылыс тәрізді, қоршаған ортаға кірігіп кетуі керек. 20 ғасырда сәулет өнерінде құндылық басым болды. Ғимарат ең алдымен функционалды болуы тиіс. Сәулетшілер ең заманауи деген материалдарды қолдануға ұмтылды, әшекейлендіруге құмарлық сезілмеді. Ішкі кеңістігі қалай салынғанына, оның қолайлылығына баса мән берілді. Бұл кезде модернизм және кейбір сырт ерекшеліктері бар конструктивизм секілді бағыттар болды. Ал өткен ғасырдағы 70 жылдардың соңында хай-тек пайда болды. Ғимараттар бейне бір ғылыми қиял беттерінен түскендей. Сәулетшілерді адамзаттың ғарыштық жетістіктері әсерлендірді. Ол кезде адамдар орбитада болған, тіпті айда да қонған еді. Хай-тек ол болашақтың қаласы, шыныдан және металдан салынған қала. Хай-тек стилінде Астанада бірегей ғимараттар тұрғызылды. Пирамида тәрізді салынған бейбітшілік және келісім сарайы, Абу-Даби плаза кешені және 88 қабатты мұнарасы, аумағы футбол алаңындай болатын қонақ үй және қысқы бақ. Онда тіпті қыста да жылы және кез келген жыл мезгілінде жасыл желек арасында қыдыруға болады. Бәйтерек монументі Астанамыздың символы. 97 метрлік биіктікте шыныдан жасалған диаметрі 22 метр алып шар орнатылған. Ол күн сәулесінің түсуіне қарай түсін өзгертіп тұрады. Астанамызда заманауи зәулім үйлер, субұрқақтар, көпірлер және дәстүрлі азиялық сәулет өзара үйлесім тапқан. Қала салушылар осы бір қайталанбас сәулет әуенін туғызды. Өйткені сәулет өнері бұл жай ғана үй салу емес, ол таста қатып қалған әуен. Міне көрдік, сәулет өнері дегеніміз не екенмен біз танысып шықтық. Енді сіздерге тапсырма. Таңдалған мәліметтен 5 негізгі ақпаратты түртіп алыңыздар. Яғни өздеріңізге керек 5 негізгі ақпараттарды жазып аламыз. Бүгін бізде және сонымен қоса тілдік бағдар бар екен, яғни сөйлем мен мәтіндегі тыныс белгілері. Тыныс белгілері тіл білімінде жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Тыныс белгілері жазба мәтінде айтайын деген ойды нақты, дәл түсініктетіп жеткізу үшін қолданылады екен. Тыныс белгілерін біз екіге бөліп қарастырамыз. Соның бірі сөйлем ішінде келетін тыныс белгілері. Яғни оған сөйлем ішінде келетін қандай тыныс белгілерін білеміз біз? Үтір, нүктелі үтір, сосын қос нүкте, тағы да сызықша, тырнақша, жақша және сызықшалы үтір, осыларды жатқызады екенбіз. Келесі сөйлем соңында келетін тыныс белгілері. Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгілер келеді? Көбінесе бізде нүкте және сұрақ белгісі, леп белгісі және де код нүкте. Сөйлем соңында осылай келеді екен. Сонымен біз тыныс белгінің екі түрін өттік. Сөйлем ішінде келетін және сөйлем соңында келетін. Сөйлем ішінде келетіндерге не жатты? Үтір, қос нүкте, нүктелі үтір, сызықша, жақша,
тырнақша және нүкте сызықшалы үтір. Сөйлем соңында келетінге нүкте, леп белгісі, сұрақ белгісі және көп нүкте жатқызамыз. Енді сіздерге тапсырмасы, кітаптарыңызды ашсаңыздар 77-ші бетте 6-шы тапсырма бар. Яғни ол 6-шы тапсырмада мәтін берілген. Сол мәтінді көшіріп жазып, тиісті орындарына тыныс белгілерін қоясыздар. Солай тапсырманы жасайсыздар. Және де өз қиялыңыздағы сәулет өнердің көрінісін салыңыз, оған ат қойып, шағын таныстыру жасаңыз. Осы бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.